Ең үздік бауырсақ рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Қайырлы күн баршаңызға. Өте керемет, мамықтай жұп-жұмсақ, дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептін осы видеода ұсынамын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз бен суымызды құйып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, қантымызды салып, тұзымызды салып, оның үстінен құрғақ ашытқымызды салып, оның үстінен майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бір тал жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Масса жақсылап араласқаннан кейін ұнымызды ситадан өткізіп, біртіндеп аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтындай, бірақ жұмсақ болып иленуі керек. Қамырымыз иленіп болғаннан кейін бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр көтеріліп ашығаннан кейін дастарханның бетіне ұн себу арқылы қамырымызды осылай бірінші қолмен жайып аламыз, жұқалап. Ұн себе отырып жаямыз, себебі жабысып кетуі мүмкін. Қамырымызды біркелкі етіп 1 см қалыңдықта жайып шыққан соң, осындай стаканның көмегімен дөңгелектер қылып кесіп шықтым. Бауырсақтарымызды салфеткаға тізіп, бетін жауып, тағы 5 минутқа қоямыз. Майымыз қызғаннан кейін табаға осылай бауырсақтарымызды араластыра отырып қуырамыз. Бауырсақтарымыз жақсылап көмпиіп, көтеріліп пісуі керек. Міндетті түрде араластырып отырып пісіріңіздер. Міне нанымыздың қалыңдығы осындай болып көтерілуі керек. Піскен бауырсақтарды жақсылап сүзіп, қағаз салфеткаға біраз уақытқа майын сорғытуға қойған дұрыс. Достар, келесі видеода сіздермен ши бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Жанар.